Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Бүгін сіздермен өте дәмді қатпарлы самсаның рецептімен бөліскім келіп отыр. Ең алдымен қамырын жасау үшін жылы суға тұзды қосып жақсылап араластырып аламыз. Артынша електен өткізілген ұнды қосып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз орташа тығыздықта біркелкі болу керек. Дайын қамырды екіге бөліп, 15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Салмасына менде сиыр етінен фарш, пияз және тұз бен бұрыш қосып жақсылап араластырып алдым. Ең алдымен қамырымыздың біреуін жұқа етіп жайып аламыз. Үстіне ерітілген немесе жұмсақ сары майды жақсылап жағып шығу керек болады. Дәл солай екінші қамырды да жұқа етіп жайып, бірінші қамырдың үстіне орналастырамыз және оның үстіне сары май жағатын боламыз. Видеода көрсетілгендей орап, бетін жауып тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Артынша дайын болған қамырды бірнеше бөліктерге бөліп жаятын боламыз. Жайған кезде ортасынан шетіне қарай жайыңыздар, сол кезде сіздерде қатпарлары бұзылып кетпейді. Ортасына